Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу модулінің баптаулары. Модульге баптаулар жасау үшін баптаулар бөлімінен журнал жөндеулері батырмасын таңдаймыз. Және де төменгі бөлімде біздің модуліміздің баптаулары қарастырылған. Яғни сабаққа қатысуды растау үшін QR-кодты бейнелеу бөлімінде егер де біз белгіні қоятын болсақ, бізде келесі баптаулар ашылатын болады. Яғни оқытушылар, білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу үшін біз осы ұяшықты белсенді қыламыз. Келесі QR-кодты жаңарту аралығы, яғни қандай жиілікпен біздің QR-кодымыз жаңару керек, сол аралықты көрсетеміз. Бұл жерде бізде 5 секундтан тұрақтыға дейін аралықтар қарастырылған, біз өзімізге қажетті жаңару аралығын көрсетеміз. Келесі оқытушыға ағымның білім алушыларының келесідей пайызына қатысушылық туралы белгіні өздігінен қоюға рұқсат беру. Яғни бұл бөлімде бізде 0%-дан 100% аралық қарастырылған, біз өзімізге қажетті мәнді қоямыз. Егер де біз 50% мән қоятын болсақ, онда оқытушының ағынында, яғни тобында 10 студент болған жағдайда, оқытушы тек 5 студентке ғана өздігінен келді деген белгіні қоя алатын болады. Келесі QR-кодты өшіру, яғни бұл жерде бізде 2 мән қарастырылған, және де бұл жерде бізде сабақты бастау уақытына сәйкес бөлімі бізде қазір белсенді емес, яғни ол белсенді болу үшін журналда жарияланған сабақ кестесін ескеру. Яғни бұл бөлімде бізде иә мәні қойылған жағдайда сабақты бастау уақытына сәйкес мәні белсенді болады. Біз сабақ бастау уақытына сәйкес мәнді немесе генерациялау уақытына сәйкес мәнді көрсете аламыз. Яғни бұл жерде оқытушыларға QR-кодты генерациялау үшін журнал тек сабақ кестесінде көрсетілген күндерде уақыттарда ғана ашылатын болады. Және де оқытушы біздің қойған баптауларымызға сәйкес QR-кодты генерациялай алады. Яғни QR-кодты өшіру бөлімінде біз сабақтың басталу уақытына сәйкес мәнін қоятын болсақ, және де QR-код өшетін минуттардың саны бөліміне біз өзіміз қандай да бір уақыт қоятын болсақ, яғни 10 минут, онда сіздің сабағыңыз 10:00-де басталатын болса, яғни біз QR-кодтың өшіру уақытын сабақтың басталу уақытымен сәйкес көрсеттік, және де оқытушы тура 10:00-де емес, 10-нан 2 минут 5 минут кеткен жағдайда генерация жасалғанмен де бізде QR-кодтың өшетін минуттар саны бөлімінде 10 минут қойдық, яғни бізде сабақ 10:00-де басталды, QR-кодымыз 10-нан 10 кеткенде өшеді дегенді білдіреді. Яғни оқытушы қай уақытта генерация жасағанына қарамастан. Ал егер де біз генерациялау уақытына сәйкес мәнін қоятын болсақ, және де өзімізге қажетті минуттарды, онда біздің сабағымыз 10:00-де басталды, бірақ та оқытушы QR-кодты 10-нан 5 минут кеткенде генерация жасаса, біздің қойған өшетін минуттардың саны бөліміндегі минутымызға байланысты, яғни 15 минут біздің QR-кодымыз 10-нан 20 кеткенде өшетін болады. Яғни бұл жерде біз өзімізге қандай баптаулар керек, сол баптауларды орындап сақтаймыз. Осындай ретпен жүйеде оқытушылар, білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу модулінің баптауларын жасайтын боламыз. Осымен білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу модулінің баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!